Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шоколад қосылған печенье жасаймыз. Бұл печенье сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ болып, өте дәмді болып шықты. Және де бір жасағаннан біз 40 штук печенье жасаймыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 2 жұмыртқа. Сосын біз 120 грамм шекерімізді қосамыз, және де кішкене тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде біз шамамен жарты секундтай араластырсақ жеткілікті. Сосын барып бізге керегі ерітілген 150 грамм сары май қосамыз. Ерітілген сары майымызды қосқан соң, біз бұл жерде 1 минуттай араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын сіздер видеоның астынан таба аласыздар. Майымызды араластырып болған соң, енді ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде илектен өткіземіз. Мен бұл печеньеге барлығы 310 грамм ұн қостым. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарап ұнды қоса беріңіздер. Осы кезде 1 шай қасық қопсызғыш қосамыз да араластырамыз. Достар, біздің қамырымыз осындай болу керек. Әлі кішкене венчикке жабысатындай болса қамырларыңыз дайын деген сөз. Осы кезде бізге керегі 1 плитка шоколад. Мен бұл жерде сүтті шоколадты қолданамын. Осы сүтті шоколадты өздеріңізге ұнайтын бөлшекте бөліңіздер. Мен бұл жерде әр шоколадты майда кішкентай бөліктерге бөліп шығамын. Ал енді осы шоколадымызды қамырымызға әкеп саламыз. Бұл жерде шоколадтың бәрін қамырға әкеп салыңыздар. Сіздердің печеньелеріңіздің шоколады көбірек болған сайын дәмі өте дәмдірек болады. Осы шоколадымыз салған соң қамырымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Мінеке достар, бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар, біздің бұл жерде қамырымыз біркелкі болған жоқ. Әлі де араластырып жатқан кезде венчикке жабысып жатыр. Сіздерде осындай қамыр шығуы қажет. Бұл жерде қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Негізі бұл қамырды 1 түнге тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар да болады. 1 сағат өткен соң қамырымызды тоңазытқыштан аламыз. Қараңыздар, біздің қамырымыз осындай қатып тұруы қажет. Менде осындай балмұздақтың қасығы бар. Осы балмұздақтың қасығымен қамырларымызды осылай өлшеп аламын. Осы 1 балмұздақтың қасығынан толтырып алып, сосын осы қамырдан домалақ жасаймыз. Бұл жерде әр қамырымызды домалатып, сосын пергамент қағазы төселген ыдысымыздың үстіне қатарынан қойып шығамыз. Менде осы қамырдан 40-қа жуық печенье шықты. Осындай кішкентай домалақ қылып істейтін болсаңыздар, сіздерде өте көп қамыр, яғни печенье шығатын болады. Осы печеньеміздің бәрін осылай домалатып болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-30 минут аралығында пісіреміз. Достар, біздің печеньеміз кішкене осылай қызарса пісті деген сөз. Печеньелеріңізді қатты қызарғанша пісіретін болсаңыздар, онда сіздердің печеньелеріңіз қатты болып қалады. Мына шетте менің печеньем кішкене ғана қызарған. Осылай қызарған соң мен духовкадан шығардым. Ал енді сіздерге печеньені көрсетейін. Біздің бұл жерде печеньеміздің сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ болып шыққан. Және де бұл жердегі шоколады өте күшті, керемет дәмді беріп тұр. Сіздерде осы печеньені жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.